Ең болмаса, сүйектері табылса екен. Атырауда жоғалған отбасының жақыны тың мәлімдеме жасады. Атыраудағы трагедияға қатысты соңғы жаңалықтар төңірегінде марқұмның туысы Асила Мұханғалиевадан КТК телеарнасының журналисі Жанат Молдашева сұхбат алды. Бұл туралы Алаш.кз сайты хабарлайды. Күдіктілер Наурыз бен Мейрамгүлдің қайда екенін айтатын шығар деген үмітпен отырған жақындары. Ең болмаса, қос бауырының сүйегі табылса екен дейді. Екеуі де тірі болса екен. Жоқ дегенде сүйегі табылса екен. Өзіміздің жүрегіміз тірі келсе екен дейміз ғой. Наурыз тірі келіп, күдіктің бәрі туралы ашып айтып берсе екен. Ішімізден жылаймыз, күйеміз. Бірақ Мейрамгүлдің де, Наурыздың да ешкімге зияны жоқ адамдар ғой. Қолынан келген көмегін аямайтын еді. Қандай көмек болса да, қолындағы соңғы ақшасын беруге дайын бала еді. Ешкіммен ләмдеп керісіп, біреу көре алмайтындай зияны жоқ. Мейрамгүл бала сияқты еді, жүре береді. Наурыздың жоқ болғанына жарты жыл болды, деді туысы. Қадірлі көрермендер, бұл сөздерді оқығанда жүрек шыдамайды. Жарты жыл бойы жақыннан хабар күту өте ауыр сынақ. Тірі келсе екен, болмаса сүйегі табылса екен деген үміттің өзі қаншалықты қиналыспен айтылып тұрғаны сезіледі. Адамға ең қиыны белгісіздік қой. Жақындарының Наурыз бен Мейрамгүл туралы айтқан жылы естеліктері де әсер етті. Ешкімге зияны жоқ, қолынан келгенін аямайтын жандар болғанын айтып отыр. Осындайда сырттан тон пішіп, біреуді айыптау емес, ең алдымен сол отбасының қайғысына ортақтасу керек сияқты. Ең бастысы шындық ашылса екен. Егер күдіктілер бірдеңе білсе, бәрін айтып, жақындарының жүрегіне бір тыныштық орнатса екен.